Сүтсіз, жұмыртқасыз дайындалатын әп-әдемі күлше нандар дайындаймыз. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Ең алдымен ыдысымызға 400 мг жылы суымызға ерітілген 60 грамм маргарин немесе сұйық майды, 2 шай қасық қант пен жарты шай қасық тұзымызды аштықына салып жақсылап араластырып аламыз. Енді шамасы 750-800 грамм иленген ұнымызды салып жақсылап араластырамыз. Менде ұн бірінші сорп. Ұнды барлығын бірдей емес, бірінші жартысын салып, одан кейін екінші жартысын салатын боламыз. Жұмсақ емес, қатты емес, орташа қамыр қылып аламыз. Одан кейін сұйық майды бір қасық құйып, жақсылап майлап аламыз. Нанымыздың бетін жақсылап стрич пакетпен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Мінекей қыздар, мен жұмыстарымды істеп жүріп, нандарымды ұмытып та кеттім. Мінекей арадан 2 сағат өтті, осындай болып ашыды наным. Енді қазір мен болданады граммен өлшеп аламын. Мінекей күлшелерімді барлығын осылай домалақтап алдым. Менде 9 дана шықты. Көргендеріңізде 150 граммнан ровно 9 дана шықты. Енді мен бұларды жақсылап домалақтап алдым. Противенге салып аламыз. Егер сіздің противеніңіз үлкен болса, 3 немесе 4 салсаңыздар болады. Ал мен 3 данасын саламын. Көтерілгенше дейін қойып қоямын. Барлығының бетін пакетпен жауып қоятын боламын. Мінекей 20 минуттай болды. Қолымызбен осылай жасап аламыз. Енді бетіне бір жұмыртқаның сарғызымен соған азғантай 2 ас қасық сүтті қосып араластырып, жағып шығатын боламын. Әдемілеп жағып алып, бетіне қалауыңызша күнжіт ағынан, қарасынан сепсеңіздер болады. Мен шеттеріне ақ күнжіттен, ал ортасына қара күнжітті себіп алатын боламын. Дайын болған күлшелерімізді 150 градуста қызарып піскенге дейін пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, менің күлше нандарым осылай болып пісіп шықты. Асты жабыспаған, қып-қызыл. Барлық күлше нандарымызды осылайша пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, осымен нандарымыз дайын болды. Менімен бірге болып видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін барлықтарыңызға рахмет. Мінекей бұл жерде мен нанның ортасын бөліп көрсеттім. Өте жұмсақ, аппақ
жегенге өте тойымды. Рецептім ұнаған болса, қазақша контент қолдап каналыма тіркеліп кетіңіз. YouTube каналымнан менің Instagram парақшамды көре аласыз. Сонымен қатар осы видеома лайк басып кетуді ұмытпаңыз.